Сәлем, біз бұл бейне сабақта қашықтықтан оқытудағы геймификация, мотивация мен қызығушылықты арттыру құралы туралы айтатын боламыз. Жалпы бірінші тақырыпқа тоқталмас бұрын геймификация деген не екенін біліп алайық. Геймификация дегеніміз оқу процесіне ойын элементтерін қосылып табылады. Мысалы, балл жинау, марапат, рейтинг, бұлардың бәрі бізде осы геймификация болады. Яғни балалардың қызығушылығын арттыру мақсатында оқуға ойын элементтерін қосатын боламыз. Енді бұның қандай түрлері болуы мүмкін? Жалпы бізде цифрлық ресурстар. Қазіргі таңда сабақтарда көп қолданылатын платформалардың бірі, мысалы бізде Google Classroom, Platon, Springland, Coursera, Khan Academy, тағы басқа Quizzes сияқтылар көп қолданылады. Соның ішінде тағы да геймификациялық платформалар, олар бізде WordWall, Learning Apps және тағы басқалары. Енді әрқайсысына біртіндеп тоқталып өтетін боламыз. Яғни біз сабақты қашықтықтан өткізу барысында жаңағы Google Meet'ті қолдануымызға болады. Google Meet'та мысалы біз барлық балалармен еркін отырып сөйлесе аламыз. Google Meet'тан бөлек бізде Zoom платформасы бар. Және ол жерде біз сабақты өтіп қана қоймай, балаларға тапсырмалар берсек болады. Мысалы, Learning Apps'ты беріп, сәйкестікте сұрыптау, тағы жұп таңдау сияқты интерактивті жаттығуларды жасай аламыз. Bamboozle бізде бұл топпен жарыс түрінде ойнауға арналған анимациялық стиль, өте қызықты. Интерфейс бізде мұғалімдер арасында өте танымал болып келеді. Одан кейінгісіне тоқталатын болсақ, бізде геймификацияның ішінде мысалы Kahoot бар. Ол бізде онлайн викториналар жасауға арналған. Және мысалы кері байланыс ретінде Google форманы қолдансақ болады. Яғни балалармен тек қана ойын ойнап қоймай, және ары қарай рефлексия алу үшін, яғни кері байланыс алу үшін Google форманы қолдансақ болады. Немесе Padlet деген арнайы бізде платформалар бар. Жалпы бұлардың барлығын бізде осы 2019-дан бастап қолданып келатыр. Оған дейін жайлап дамып келатты. Және қазір бұрынғы 2019-ға қарағанда көбірек қолданылады бұл бізде осы оқыту барысында. Жалпы бұлардың пайдасы да бар және кемшіліктері де бар болып табылады. Артықшылығы, енді балаларды біз қызықтыра аламыз, бәсекелестік және бір-бірімен жаңағы жарысып оқу арқылы бала тақырыпты жақсырақ түсінетін болады. Жалпы осы және не үшін керек бұл жалпы? Қашықтықтан оқыту кезінде оқушылар экран алдында ұзақ отырады, мотивация мен назар деңгейі төмендеуі мүмкін. Осы мәселені шешу үшін геймификацияны қолдану тиімді болып табылады. Сабаққа деген қызығушылықты арттырады, ішкі мотивацияны дамытады және бізде тағы да қатысу белсенділігін күшейтетін болып табылады. Жалпы қорыта айтатын болса, енді цифрлық ресурстар тиімді қолдану болашақтың оқу процесінің ажырамас бөлігі болып табылады. Яғни жоба барысында алынған тәжірибе көрсеткендей, интерактивті оқыту әдістері білім алушылардың белсенділігін арттырып, оқыту тиімділігін жоғары деңгейде көрсетеді. Жалпы қарағандарыңызға рахмет.